Ұл өсті, ұрпақ өсті, саян кеңіп. Басаман өзің барда, баян дедік. Өлмейтін ел аузында хатын қалды, алашқа атын қалды, аңыз болып. Әкеміз түзген бай өрбісін ұлы, сұрапыл соғыстан кейінгі жылдарда дүниеге келген ұрпақтың өкілі. Жоқшылық көрсе де жасымаған, тоқшылық көрсе де тасымаған табанды, талабы зор, ақ адал азамат, бүкіл саналы ғұмырын туған өлкесін түлетіп, ауыл шаруашылығын дамытуға бағыштады. Ежелден келе жатқан ата кәсіптің дамуына өлшеусіз үлес қосқан ол әрдайым үздіктер сапында болды. Ал отбасында шексіз мейірімділік пен зор сүйіспеншілікті қалыптастыра білген жан. Еңбегімен көпке үлгі, пайым парасатымен, адамгершілігімен халқының перзенті атанған әкеміз бұл жетістіктерге оңайлықпен жеткен жоқ. Оны өзінің еңбекқорлығы, шыдамдылығы сынды игі қасиеттері көптеген кедергілерден алып шықты. Сонымен қатар әке мен шешеден көрген тәлімнің де септігі болса керек. Өйткені түзген байдың әкесі өрбісін атамыз соғыс ардагері. Сынықшы, емшілік қасиетімен өңірге танымал жан болды. Анасы Зияда қарапайым үй шаруасы, бала тәрбиесімен айналысты. Осындай қоңыржай тірлігімен адал өмір сүрген абзал жандар 10 баланы өсіріп, ұлағатқа жеткізді. Әкеміз шаңырақтағы 6-шы перзент. Көп балалы отбасында бауырлармен бір нанды бөлісіп жеп, бірінің киімін бірі киіп өсті. Жайлауы жасыл, ауасы саф, таза Қызылқоға ауданының Тайсойған құмында балалық шағын асыр салып өткізді. 1958 жылы Тайсойған орта мектебінде 8 жылдық білімін алып, 9-10 сыныпты Қарабау орта мектебінен бітірді. Одан кейінгі 2 жылы әскерде өтті. Отандық борышын абыроймен өтеп, елге оралғаннан соң 1971 жылы Гурьев ауыл шаруашылығы техникумына түсіп, техник-механик мамандығын алып шығады. Алғаш еңбек жолын Энгельс совхозында механик болып бастайды. Осында 20 жылдың үстінде қызмет етті. Алғашқы 10 жыл ішінде механик болып жүріп, өзінің алғырлығын, жұмысына деген байыптылығын байқатқан маман кейін номері 1-ші трактор бригадасын басқарып, ұйымдастырушылық көшбасшылық қабілетімен де көзге түсті. Аталған кең шарда еңбек ете жүріп, коммунистік партия мүшесі болды. Осылайша қоғамдық саяси белсендігін де бір кісідей көрсетіп, ел тағдырына алаңдайтын азамат ретінде көпшілік есінде қалды. Оған қоса, қалың қазақ үшін біздің әкеміз қолы шипалы, емшілік қасиеті мықты жан. Өйткені атамыз өрбісінің бойындағы тылсым кие әкемізге дарып, содан балтырсыздап бас ауырған көп жанның жанына да тәніне де шипа бола білді. Түзгенбай өрбісін ұлы сонымен қатар сынық салады. Қой аурумен ауырған балаларды қиып, талай адамның дертін жазды. Осынау тылсым қасиетін әкеміз нәсіпке айналдырудан аулақ болды. Керісінше, ауруға шипам тисе, алғысын алсам, батасын берсе болған деп отыратын. Әкеміздің қасиеттілігі туралы кімнен сұрасаңыз да, көпшілік оның қайырымдылығын, кісілігін бірінші ауызға алады. Бұл өңірде мерттіккен ауырған адамның аузына Түзгенбай ағаға қарату керек деген сөз түсетіні қалыптасқан дағды. Осылайша елге жақсылығымен танылған, елден көп алғыс алған әкеміз бақытты жанұяның тірегі, қамқоршысы. Марқұм Түзгенбай өрбісінұлымен біздер бала кезде қатар өстік. Менен бір жас үлкендігі бар, бірақ оның жұбайы Бағиламен бірге оқыдық. Анау өрбісін ауыл дейтін болды. Сонда менің туған жездем Қайыр мен
ағайын еді. Қаратоқай Аққұлы бәрі. Ізбасар дейтін кісі ол кісінің әкесі. Ал соның бәрі біздің есімізде әлі. Дүзгінбай жас кезінен орнықты, салмақты болды. Қайратты жігіт болды. Ортасына сыйлы болды. Халқына қалаулы болды. Зейнетке шыққаннан кейін Тайсоғандағы ардагерлер кеңесінің төрағасы болып, біраз шаралардың ортасында жүрді. Жастарға ақылын айтты. Халықты ұйымшылдыққа, бірлікке, ынтымаққа ұйыта білді. Дүзекең марқұм сонымен бірге мынау тарихи әңгімелерді жақсы біледі. Осы біздің Тайсоған Қарауылда небір сөзге шешен айтқыш адамдар өткен ғой. Марқұм Жұмақаш ағамыз, анау Қарабаудағы Жұмаш, одан әріректегі Сарқұл. Солардың ортасында мынау Мәзін Дәулетов дейтін кісі болды. Міне осылардың айтқан әңгімелерін жатқа айтып отыратын. Қатарластары Дүзекеңді қимаймыз. Миялыға келгенде ат басын біздің үйге келіп тірейтін еді. Бірге отырып шай ішетін едік. Біраз әңгімелерді айтатын едік. Енді жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Артында қалған ұрпақтарына ұзақ ғұмыр берсін деп тілейміз. Дүзгінбай менен Тайсоған мектебінің 8 жылдығын бітірдік. Дүзгінбай 4-тен 5-ке оқыған оқу екпінсі болды мектепте. Өте салмақты, өте сабырлы. Бірге оқып мектепті бірге бітірдік. Біздің классымыздың сол кездегі балдардың бір мақсаты алдарына қойған. Олар сол мектепті жақсы бітіріп, бір мамандықтың иесі болу еді. Бәрінің де жақсы оқысын, нашар оқысын, барлығына мақсат тұрысы болатын. Сондай мақсатпен барлығымызда мектепті жақсы атақпен, жақсы атпенен бітірдік. Дүзгінбай менен марқұм өмірден өткенше бірге жүрдік, бірге болдық деген сияқты, дастархандас болдық көптеген уақыттарда. Сол кезде оның өте адал дос екендігін, сенімді дос екендігін білдік. Өте жақсы, мектепте көп сөйлемейтін, сондай үнсіз балдардың қатарында болды. Ал енді қазір есейгесін кәдімгі сондай адам екендігін білдік, артынан көрдік. Әзірге де, бәріне де сайма-сай келетін сондай жақсы жігіт еді. Қатарымызда бірге жүрген кезде бірде ол қадірін білдік, бірде білмедік деген сияқты. Бірақ Дүзгінбай өмірден өткенменен оның жаңа көптеген әрекеттері, көптеген жақсылықтар жасаған, бүкіл елге жасаған жақсылықтары, біздерге жасаған жақсылықтары, қатарластарменен қарым-қатынасы, ауылдың адамдарменен сөйлесе білуі, оларды сыйлауы, құрметтеуі, өзінен үлкендерді де, өзінен кішілерді, оның барлығы біздің есімізде жаттаулы. Барлығында жаңағы үлгі тұтарлық сондай азамат болып қалыптасты. Жатқан жері жайлы болсын, жер төсегі жұмсақ болып, жанына жанатта болсын деген тілегім бар. Иман жолдас болғай. 1976 жылы анамыз Бағиламен отау құрып, өмірге 2 ұл, 2 қыз әкелді. Әрбір ата-ана сияқты олар да кемерлерінен шыққан балаларының ешкімнен кем болмауын, ұлын ұяға, қызын қияға қондыруды, сол мақсаттарын орындау арқылы өмір сабақтастығын орайымен жалғастыруды армандаған. Өткенге үңілсек, елпілдеген, бар жақсылықты бір Аллахтан тілеген тәубашіл жандардың бұл ұлы мұратының орындалғанына көз жеткіземіз. Бұл күнде тұңғышы Ақмарал тұрмыс құрған. Тайсойған ауылдық округі әкімі, аппаратының білікті маманы. Ұлы Сексенбай Ғабдолсланов атындағы орта мектептің директоры. Екінші ұлы Әділбек Атырау облыстық жер ресурстарын басқару департаментінің бас маманы.
мемлекеттік инспектор. Кенже қызы Анар Атырау қаласындағы номері 24 орта мектептің ағылшын пәні мұғалімі. Аялап өсірген ұлдарынан Аққу, Балшырын, Әділет, Бақнұр, Ұлағат, Бағдәулет, Нұр Ислам, Бал Ерке, Аршат есімді 9 немере сүйіп, 2 қызынан Үлпілдек, Ықылас, Назерке, Игілік, Ақтілек, Нұршат, Орынбасар, Медин атты 8 жиенге сүйікті ата болды. Көптеген рулармен құдандалы болған ата-анамыз әрдайым құдалармен сыйластықта болды. 46 жыл жұптары жазылмаған әкеміз бен анамыздың бойынан көріп, келі шаңырағында қалыптасқан тамаша қасиеттерінен замандастары, ағайын туыстары үлгі алатын. Терең мағыналы ғұмыр кешуімен, өзгеге өнегелі болуымен, көпке ауыл аймаққа сыйлы бола білген жақсылардың ұрпағы болғанымызды біз де мақтан тұтамыз. 5 күндік жалғанда қамшының сабындай қысқа ғұмырда бір артында әдемі із қалдыратын азаматтар болады. Соның бірі Тізгінбай ағамыз. Азаматына қара ауылын таны деген Тайжиғанды мұна Тізгінбай деген кісі арқылы танытуға әбден болады. Бұл кісі артына көп ұрпақ жайған, сабырлы мінезді, абыройлы, сондай азамат еді. Былтыр больницада бірге жаттық. Әңгіме айтамыз, өткен күндерден естелік айтамыз. Сонда бұл кісіден бір байқағаным, бұл кісі мен ауырып отырмын, мен шаршап отырмын деген бір сөз айтпайтын. Тіпті бізден бірге далаға шығып, біздің көңіліміз үшін отыратын еді. Сондай азамат еді. Енді бақи болды. Келеді көктем оралып, гүлдейді далан нәрәліп. Ал адам кетсе келмейді, келмейді екен сол анық. Өлгендер қайтып келмейді. Туасың, өлесің, табиғаттың заңы. Тірлікке 5 күн жіберіп, Алланы құлын алламыз. Алланың еркіндегі адамдармыз. Шайтыңыз ұрпақ өркен деп, біздерін қалар көркен боп. Адам боп сізді жаратқан, жаратқанға көкпің жоқ. Не болғанда 5 күнді ғұмырға бізді қонаққа жіберді ғой. Өзі Алламыз ертең алады, оны өзі біледі. Қай уақытта алатынын. Осыған бақимыз. Қалады бәрі алданба, сынаққа түскен сый бәрі. Өзіңмен бірге кететін Алланың берген иманы. Иманы жолдас болсын, жұмақтың төрінен орын алсын. Сондай бір жақын көңілді азамат еді. Бейнесі көңілімізде әлі өшпейді. Енді көргендердің барлығы да мына дүниеден кеткенше Зәқан ағай еді деп айтып жүреді деп ойлаймын. Менің нағашым анамның соңынан ерген інісі еді. Қиналғанда дем беретін тыныс еді. Ағайын туыстыққа көмегін аямаған, жиендерден жақсылығын аямаған, көңілі дарқан, кең пейілді кісі еді. Тайсайға мен Атыраудың екі ортасы жақын жолы емес. Сол жолдың алыстығына қарамай, той, қуанышымыз, құдалығымыздың төрінде отырып, үлкенге ұлағаттылығын, кішіге парасаттылығын танытқан нағыз абыз кісі еді. Міне бүгін ортамыздан кеткеніне де жыл толып отыр. Орны ойсырайып, үңірейіп тұр. Нағаш жеңгеміз Бағила апа екеуін сағынышпен еске аламыз, жоқтаймыз. Болмасқа болаттай берік боламыз. Ол қыздарын өсірді, тәрбиеледі. Бір-бір мамандықтың иесі болуына көмектерін аямат. Қазірде Қара Шаңырақта үлкен ұлы Сексенбай мен келіні Анипа, нағашым мен нағаш жеңгемнің салып кеткен жолын жалғастырып отыр. Өзі кетсе де артында ұл қызы қалып
туған жерде жүрген ізі қалды. Нағашымның алдынан жарылқасын Алла тағалам. Алланың разылығында, пайғамбардың шапағатында болсын асыл нағашым. Артындағы ұрпақтары аман болсын дегім келеді. Жапырағын жайған мәуелі бәйтерек болып, өркендері өсе берсін. Жаныңыз жанатта болсын нағашы. Жақсы адам қазына деген. Әкеміз табиғатынан мінез ашық, өте ақ көңіл, жан ашыр, адамгершілігі жоғары жан еді. Ол ешкімге орынсыз ренжімейтін, қасындағыларға әрдайым көмектесуге даяр ел кезектін. Осындай пейілі таза, жан дүниесі терең, абзал азаматтан көз жазып қалғанымызға биыл 1 жыл болыпты. 72 жасында өмірден озған ардақты жан ел жұрттың есінде өлді деуге қимайтын, аяулы да асыл азамат ретінде қалды. Біздер үшін асқар едің, шың асқақ. Сенсіз қалды жанымызда тым ақсап. Жанарларды жәудіретіп мәңгілік, кеттің әке, жанымыздан жырақтап. Шырақ едің, сәуледің, ай едің, жаның толы мейірімге бай едің. Ілім, білім, тәрбиеге қаныққан үлгалар ер атына сай едің. Жан әкешім қызметте баптерім, елге сыйлы абыройлы даңқ дедің. Кеткеніңде келмейтін боп енді еш, сізді жоқтап көңіреніп жат делің. Сіз кеткенде жанарларда жылаптым, жігеріміз кетті сынып сұлап мұң. Жан әкешім, жаның болғай әрқашан, ең ерекше ақ төрінен жұмақтың. Адамзат үшін өзіне осынау шексіз әлемді сыйлаған, жарық күн мен тамылжыған түнін сыйлаған ата-ананың орны бөлек. Әкеміздің өзіндік орны әрдайым байқалып тұрады. Оған деген перзенттік махаббатымыз күн сайын емес, сәт сайын жүрегімізді тербейді. Жақсы әке балаға 100 жыл асық деген. Өнегесі өзгеше, шапағаты мол, өз ортасында баянды, беделі бар ардақты әкеміздің ғибратты ғұмыр жолы бізге қашанда үлгі, артына қалдырған ізі адастырмас бағдаршам. Сіздің адами болмысыңыз бен тектілігіңізді бойға сіңіріп, ойға тоқыған тәрбиелі ұрпағыңыз барда, әрдайым халық жадындасыз, ұмытылмайсыз. Ендеше жаныңыз пейіште шалқысын әке, ұрпағыңызды желеп, жебеп жүргейсіз.